бұл көктем мен жаңа жылдың мейрамы. Бұл күні адамдар үлкен дастарханға жиналып және бір-біріне дәстүрлері тағамдар беріп. Бұл күні қазақтың дәстүрлері тағамдары дайындалады, әсіресе нан өнімдері ерекше орын алады. Қазақ халқы елде нанды қасиетті тағам деп есептеген, сондықтан дастарханнан әрдайым нан табылған. Бауырсақтың пайда болу тарихы түркі халықтарының көшпелі өмір салтымен тығыз байланысты. Осындай жағдайда нан дайындау аз уақыт алу керек еді. Сондай-ақ оның тойымда әрі ұзақ сақталатын болуы маңызды болды. Астың аттауы бауырласу, бауырлас, бауыр деген сөздерден шыққан. Бұл біреуге туыстыққа және бауырмалдыққа ұмтылу деген мағынаны білдіреді. Қазақтар ежелден нанға үлкен құрметпен қараған. Үн әсіресе ақын ұзақ уақыт бойы асыл тағам саналғандықтан бауырсақ нағыз қонақжайлылықтың символына айналды. Себебі үйге келген қонаққа ең жақсысын ұсыну қазақтың көнеден келе жатқан дәстүрі. Жолаушыны құрметпен қарсы алу бүгінгі күнге дейін сақталған көне қазақ дәстүрлерінің бірі. Табанан қазақтың ыстық бетінде пісірілетін дәстүрлерінің. Табананға арналған қамыр әдетте ұннан, судан, тұздан жасалады. Кейде аздап сары май немесе сүт қосылады. Ол қонақжайлылық пен көшпелі өмір салтының дәстүрмен байланысты білдіреді. Жеті шілпек қазақтың ұлттық тағамы майға қорылған дөңгелек нан. Нанның саны көбінесе 7 немесе 9 болады. Бұл қазақтар үшін қасиетін сандар саналады. Оларды мерекелерде, ас беру рәсімдерінде, бейсенбі немесе жұма күндері аруақтарды еске алу күнінде, сондай-ақ адамның өміріндегі қиын-қыстау кезеңдерде пісіреді. Халықта 7 шілпек 7 пәледен құтқарады деген сөз осы күнге дейін айтылады. Шілпектің дөңгелек формасы ежелгі күнге табыну дәстүрімен байланысты. Ал бірінің үстіне бірі қойылған 7 дөңгелек шілпек 7 қабат аспанды немесе 7 қат көкті бейнеледі. Оларды тие берсін деп айтқан соң жейді. Қазақтың ұлттық тағамдары тек тамақ емес. Бұл біздің дәстүріміз бен мәдениетіміздің бір бөлігі. Әсіресе бауырсақ, молшылық пен қонақжайлылық белгісі. Бауырсақсыз дастарханды елестету қиын. Ол тойда, наурызда, тіпті қарапайым шайдың өзінде болады. Оның дамы ғана емес, өзі де үйдің жағуын сіздіреді. Жалпы қазақтың асханасы тарихымыз бен отбасылық құндылықтарымыздың көрсетеді. Дәл солай, бауырсақ сияқты тағамдар арқылы біз мәдениетімізді сақтап, оны келесі ұрпаққа жеткіземіз.